Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі, ақын, жазушы, драматург. Ол қазақ поэзиясын жаңа белеске көтерген шебер суреткер, әрі алаш дәуірінен кейінгі әдебиеттің қалыптасуына үлкен үлес қосқан тұлға. Ілияс Жансүгіровтың «Дала» поэмасы қазақ жерінің кеңдігі мен табиғаттың сұлулығын, халқының тұрмысын, ұлттық рухын бейнелейтін ерекше туынды. Ақын дала табиғатын жанды суреттермен өрнектеп, поэтикалық тілмен бейнелейді. Поэмада даланың кеңдігі мен сұлулығы, көкжиекпен астасқан шексіз жазықтар, өзендер мен көлдер, шөптің иісі, құстардың әуен арқылы суреттеледі. Қазақ халқының өмірі, көшпенді тұрмыс, мал шаруашылығы, киіз үйлер, атқа мінген ерлер бейнеленеді. Халықтың рухани байлығы, поэмада халықтың ұлттық өнері, салт дәстүрі, ән мен күйге деген махаббаты, ұлттық рухтың ажырамас бөлігі ретінде көрініс табады. Ақын өткен мен бүгінді байланыстыра отырып, халықтың болмысы ғасырлар бойы өзгермегенін, даланың бұрынғы рухын сақтап қалғанын көрсетеді. Жалпы «Дала» поэмасы қазақ халқының еркіндігі мен қайсарлығын жырлай отырып, ұлттық рухты ұстанады. Ілияс Жансүгіровтың «Дала» поэмасында қазақ халқының тұрмысы табиғатпен үйлесімді өмір сүру арқылы сипатталады. Мал шаруашылығы халықтың негізгі күнкөріс көзі, жылқы, түйе, қой, сиыр өсіріп, көшпелі өмір салтын ұстанады. Көшіп-қону, жайлауға көшу, қыстауға оралу халық тұрмысының ажырамас бөлігі. Киіз үйлер тігіліп, мал өсіріліп, табиғатпен үйлесімде өмір сүреді. Егіншілік пен қолөнер, өзен бойында егін егу, жер өңдеу, қолөнермен айналысу да тұрмыстың бір бөлігі ретінде көрініс табады. Дәстүр мен мәдениет, қонақ жайлылық, ұлттық ойындар, ән күй, жыр, айтыс сынды өнер түрлері халықтың рухани өмірін байытады. Аңшылық пен саятшылық, тұрмысқа қажетті азық-түлік алу үшін ер азаматтың күш-жігерін сынайтын дәстүрлі кәсіп. Поэмада осы тұрмыс көріністері арқылы қазақ халқының ұлттық болмысы, еңбексүйгіштігі, еркіндігі мен табиғатпен тығыз байланыс бейнеленеді. Жансүгіровтың «Дала» поэмасы қазақ даласының табиғаты мен халқымыздың тұрмыс-тіршілігін суреттейді. Ақын туған жерге деген сүйіспеншілігін, ұлттық рухты бейнелейді. Қорытындылай келе осы поэманы оқуға шақырамын.